Баршаңызға сәлем, ОНТС арнасына қош келдіңіздер. Және де бүгінгі біздің тақырыбымыз Future Simple ережелер мен мысалдар. Біз осы тақырыпты егжей-тегжейлі бірге талдап түсінетін боламыз. Ал сіз біздің ОНТС арнамызға жазылып өтіңіз, себебі біздің арнамыз тек қана ағылшын тілін ғана емес, өзіңіз авадан көріп тұрғандай жан-жақты дамудың, яғни адамның балансқа жетудің төрт құбыласының тең болуына жұмыс жасайтын, сіздерге көмек беретін бірден бір құрал. Олай болса, сабағымызды бастайық. Future Simple туралы айтатын болсақ, бұл ағылшын тіліндегі ең қарапайым грамматикалық шарттардың бірі. Ол түрлі жағдайларда қолданылады, өздеріңіз оқып шықсаңыздар болады, ал біз бұларға қазір жеке-жеке тереңірек тоқталатын боламыз. Алдымен Future Simple қалай жасалынатынына мән берейік. Біз алдыңғы сабақта айтқанымыздай, сөйлемнің үш түрі болады. Болымды, болымсыз және де сұрақ. Болымды түрі қарапайым. Бірінші біздің бастаушымыз кетеді, кейін оған will жалғауы қолданылады. Will дегенді біз көмекші етістік деп атасақ та болады. Willді біз қысқартқан кезде, өздеріңіз көріп тұрғандай, осындай апостроф және де одан кейін екі l-ді жазу арқылы қысқарта аламыз. Бірақ та мен айта беретінімдей, will үнемі тек қана белгілі бір сондай ресми жерлерде қолданылуы міндетті деп айтсақ болады. Ал егер де осы апостроф қысқартылған түрде қолданатын болсаңыз, ол тек қана аудиокі тілде қолданылуы қажет, жазбаша тілде қолдануға тыйым салынған. Яғни ол сәл сауатсыздау естіледі. Бұл одан кейін will қосылғаннан кейін кәдімгі біздің инфинитив етістіктеріміз бар ғой, сөздіктен жаттайтын. Бірақ та ол жерде тек қана to біздің жалғауымыз түсіп қалады да, қарапайым біздің сөздеріміз пайда болады. Мысалға, оған мысал келтіріп кететін болсақ, You can call me tonight, I will be at home дейді. Сен маған қоңырау шала аласың, мен үйде боламын. Көрдіңіздер ме? I will be деген біздің to формасынсыз қарапайым етістігіміз болып саналады. Ал одан кейінгі мысалға назар аударатын болсақ, leave the stale bread here, the birds will eat it. Осы жерге мынанды тастап кет, оны құстар жеп қояды дейді. Бұл жердегі will eat'іміз негізі иттің сөздіктегі түрі бізде to eat болатын болса, бірақ та біз to-ды алып тастаймыз да, тек қана итті will, содан кейін итті жалғай саламыз. Яғни future дегеніміз жалпы болашақ туралы екенін бірінші айтып өтейік. Одан кейін енді біз оның керісінше болымсыз түрінде оны біз қалай қолдана аламыз? Біз болымсыз түрінде жай ғана үнемі біздің ережеміз бардай бастауыш кейін will, сосын оған not жалғауын қосамыз, ал ол қысқарған түрінде want болып ауысады екен. Дәл солай кейін to жалғауынсыз қарапайым етістік бізге қосылады. Ал future simple бұл жерде яғни сұрақ түрінде жасайтын болсақ, міне восклицательное предложение деп тұр. Бұл жерде will немесе shall екеуінің біреуін қоямыз. Қайсы қай кезде қолданатынын біз қазір түсінетін боламыз. Кейін біздің бастаушымыз кетеді, кейін қарапайым біздің to жалғауынсыз етістігіміз екен. Енді біз бұл жерде қай жерлерде біз болымсыз түрін қолданамыз? Қалай қолданылады екен? Don't drink coffee before you go to bed. You won't sleep. Сен жатар алдында кофе ішпе, себебі сен ұйықтай алмайсың. I am leaving tonight, so I won't be at home tomorrow. Мен бүгін кетіп қаламын, сондықтан да ертең мен үйде болмаймын. Көрдіңіздер ме? Біз қазіргі мынау болашақ қазіргі сәт болатын болса, біз қазіргі сәтте тұрып, болашағымыз туралы болжамдар айтып жатыр екенбіз. I'm sorry I was late this morning. It won't happen again. Мен қайтадан кешіп қалдым, бұдан кейін болашақта бұл қайталанбайды. Ал егер де біз болашақ туралы сұрақтар қойымыз келсе, have a good trip, will you send me a postcard? Сен маған открытка жібересің бе? Will you show me how to use this camera? Камераны қалай қолдану керекін көрсетесің бе? Деген секілді. Енді біз оның қолданылу жағдайларына өтейік. Бізде бірінші қолданылу жағдайларында қандай қолданылу жағдайлары бар? Біріншісі белгілі бір спонтанное решение, яғни спонтанное решение деген сөз, ол нені білдіреді? Ол аяқ астынан кенеттен деген секілді. Аяқ астынан кенеттен біз тұрдық, содан кейін ойымызға бірдеңе келді, сосын шешім қылып шығара салдық. Мысалға, maybe I'll borrow some money from my aunt. Біз тұрдық та
Содан кейін мен тәтемнен кішкене қарызға ақша алатын секілдімін деп айта салдық. Will you be at home tomorrow evening? Ертең үйде боласың ба? Көрдіңіз бе, біз жай ғана тұра салып айта салған кезде біз willді қолданады екенбіз. Бұл бірінші спонтанное решение. Ал екіншісі белгілі бір уәде берген кезде, немесе ескерту болған кезде, немесе біреуге қысым, қауіп төндірген кезде. Қараңыздар. I'll regret it. You will regret this. Сен бұл туралы өкінетін боласың. Бұл жерде біз не деп тұрмыз? Ескерту, өкінбес үшін осын жасама деп белгілі бір нәрсеге жалғап тұрмыз. Ал you want to destroy the world. I will stop you. Сен әлемді құртқың келеді. Мен сені тоқтатамын, көрдіңіз бе? Біз бұған қысым беріп тұрмыз. Қысым. Түсінікті ғой? Ал обещание дегенге, мысалы, мынадай мысалдер болса. I will do this. Мен оны жасаймын. Мен тамақ жасаймын. Мен осыларды таңертең жүгіремін деген секілді мысалға. Ал үшіншісі, ол белгілі бір ұсыныс жасаған кезде, белгілі бір идеяны ұсынған кезде, немесе бір нәрсеге көмек көрсеткен кезде. Бұл кезде бізге біздің көмекші жетістігімізді will'дан shall'ға ауыстырамыз. Will'дан shall'ға. Яғни shall тек қана қашан қолданылады? Тек қана оның қолданылатын жағдайлары we мен бірге қана қолданылады, және де тек қана сұрақтарда қолданылады екен. Және де біз бұл кезде тек қана белгілі бір идеяны ұсынамыз, және де белгілі бір көмек туралы көмек ұсынған кезімізде. It's very warm in this room. Shall I open the window? Бұл жерде ыстық екен. Мен терезені ашайын ба? Бұл жерде біз не деп тұрмыз? Көмек деп тұрмыз, иә? Shall I? Ал I'm very hungry. Shall I make some sandwiches? Мен қатты қарным ашып тұр. Бір сэндвичтер жасап жіберейін бе? Бұл идея деп болады. Shall I? Will I? Емес, shall I? Will'дан shall'ға қарай ауысады екенбіз. Бұнда естеріңізде сақтап жүріңіздер. Ал төртіншісі бізде белгілі бір болжам. Бұл болжам қандай нәрсеге негізделген? Ешқандай да факт жоқ. Бізде тек қана біздің айтушының өзінің пікіріне. Бұл жерде пікір басым. Осыны қатты естеріңізде сақтап алыңыздар. Бізде бұл жерде басым болып тұрған пікір екен. Бұл жерде мынадай фразаларды қолдана аламыз. I think, I don't think, I expect, I'm sure, I wonder. Яғни бұл жерде біз ойлану, менің ойымша деген секілдің барлығын біздің пікіріміз екендігі білдіру үшін осындай біз фразаларды қолданып тұрмыз. Мысалға, I think Kelly will pass the exam. Kelly экзаменді өтеді деп ойлаймын. I don't think it will rain this afternoon. Бұл түстен кейін ешқандай да жаңбыр жауады деп ойламаймын. Бұл жай ғана біз I think it will деп тұрмыз. Бұл жерде, яғни ешқандай да белгілі бір дәлел жоқ, жай ғана біздің пікіріміз екен. I wonder what will happen. Қызық, не болар екен. Ал бесіншісі, бұл белгілі бір болашақтағы жағдайлар, және де оларды өзгертуге болмайды. Және де бұл соңғы біздің қолданатын жағдайымыз. Қараңыздар, it is Bill's birthday next Monday. He will turn 30. Келесі біздің понедельник, яғни дүйсенбіде туған күн болады Биллидің, оған 30 толады. He will turn 30. Яғни бұл жерде біз не айтып тұрмыз? Толығымен оны өзгерте алмаймыз, ол жалпы болашақтағы болуы керек. Факт, болашақ факты деп жаттап алсаңыздар болады, немесе дәптерлеріңізге осылай болашақ факты деген мағынада жазып алсаңыздар болады. Достар, сонымен біздің бүгінгі сабағымыз соңына келді. Жалпы тақырыпты бекіту үшін описаниедегі тапсырманы орындап өтіңіз. Және де біздің осындай сабақтарымыз жалғасқанын қаласаңыз, онда біздің арнамызға тіркеліп өтіңіз, және де пікір жазып, басқалармен бөлісіп лайк басып өтсеңіз де қатты қуанамыз. Және де сіздердің кері байланыстарыңыздан ғана бізге үлкен шабыт, және де кері байланыс арқылы біз алға қарай баратынымызды сіздерге ескерткім келеді. Және де бізде болашақта адвансы деңгейіне дейінгі барлық тегін курстар болады. Сондықтан біздің арнамызды жоғалтып алмас үшін, жаңа сабақтардан қалмас үшін тіркеліп сақтап алыңыздар. Және де сұрақтарыңыз болса жауап беруге дайынбыз. Олай болса, сау болыңыздар.